Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін оқыс жағдай болып, балам көз алдымда ойнап отырған жерінен ойыншыққа шалынысып, құлап ернін жыртып алды. Сразу больницаға апардық. Біз Алматы облысына қарағандықтан Қаскелеңге қараймыз. Сразу апардым, бірақ ешқандай шов қоймады. Бірақ та күнде келіп, обработка жасатып, іріңдеп жатқан жоқ па, тексертіп тұрыңыз деді. Сөйтіп бүгін Қаскелеңге обработкаға шықтық. Одан ары қарай шұғыл ауылға бару керек болып тұрмыз. Сол больницаға барып, содан ары қарай ауылға барамыз. Больницаға бардық, бәрі жақсы деді. Енді ауылға қарай жол жүріп жатырмыз. Аиша рахаттанып артында жатыр. Телефонын қарап, кішкене алыс жол, енді 2,5-3 сағат максимум ауылымыз Алматы қаласынан. Барғанда жол ашық екен, жақсы бардық, жолдан Тарғапқа тоқтадық. Осы жерден өткен кезде міндетті түрде қай мезгіл болсын көже ішеміз. Көжелер сондай дәмді. Осы жерден көже ішпей кету, ол біз үшін грех. Көжелер дәмді. 2 көже алып алдық осындай. Және де жолдасым шашлык заказ беріпті. Қызымның сүйікті жейтін тамағы осы шашлык қой. Сонымен шашлык заказ беріп, машинадан түспей қояйық деп, машинада отырып, бәріміз көжемізді ішіп, шашлығымызды жеп алдық. Сөйтіп ауылға да жеттік. Міне менің ауылым. Атар ауылынан боламын өзім. Переезден өтіп, қайта переез ашық екен. Үйге келдім. Үйіме қанша жақын жерде тұрсам да көп келе бермеймін. Жылына 1 рез, 2 рез ғана той бір нәрсе болған кезде келем, өйткені балалардың қазір мектебі бар, басқа кезде тағы да басқа причиналармен шыға алмаймыз. Сөйтіп үйіме келіп, мамам күштілеп тұрып ет асып қойыпты, өзінің бешбармағын жасап. Сөйтіп келіп, маманың бешбармағын жеп, кішкене 1-2 сағаттай отырдық. Сол уақытта жолдасым келген шаруаларын бітіріп, содан кейін мамамның шайын ішіп, медовый торт пісіріп қойыпты. Содан кейін қайтадан жолға шығып кеттік. Бірақ қайтар жолда жол өте қатты тұман болды, бірақ аман есен жетіп алдық.